өмірін өзгерте алмай жүргендер қараңыз, не үшін біздің өмір өзгермейді? Біздің өміріміз жалпы өткен шақтан, осы шақтан және болашақтан тұрады, иә? Ал мынау біз, яғни біздің миымызда, иә, біздің өміріміз, біздің айнамыз, бәріңіз білесіз оны, және біздің миымызда, біздің түп санамызда қандай программалар болса, өткеннен қалған, иә, жолың болмаған, біреу сені сатып кеткен, ақша таба алмаған, ақшадан қиналған, біреу сені қорлаған, біреу сені қолыңнан келмейді деп айтқан, реніш, чувство вины, бақытсыздық сезімдері да, шарасыздық сезімдер, осының барлық біздің ішімізде тұрғанда, яғни біздің басымызда, түп санада тұрған кезде біздің өміріміз өзгермейді. Біз қазіргі шақты, яғни өткен шақтан шығып барып жасап жатырмыз. Яғни дәл қазіргі сәттегі іс-әрекеттерімізді, ойлануымыздың барлығы өткен шақтан. Және өткен шақтағы состояние, өткен шақтағы ой, өткен шақтағы әрекеттермен жұмыс жасаған кезде біз не істейміз? Біз создаем точно такой же осындай өткен шақтағыдай результат. Результат осындай болады. Неге? Потому что біз через боль, қолымнан келмей қалады, менің жолым болмайды, мені сатып кетеді деген сияқты мына түрлі программалардан шығу арқылы ғана іс-әрекет жасаймыз, солай ойланамыз, солай әрекет жасаймыз. Из-за этого, получается, біздің өміріміз өзгермей жатыр. Өмір өзгеру үшін бірінші сіз мыналардың барлығын обнулять етуіңіз керек. Яғни өткен шақты жіберу керек. Шариктер болса бәрін жарып, тастар болса лақтырып, жіберіп, уже мына состояниеде, қазіргі сәтте, қазіргі жаңа мен болып, жаңа программамен, жаңа ойларменен, жаңа сезімдермен әрекет жасаған кезде, уже біздің қазіргіміз, біз уже қазір басқаша әрекет жасай бастаймыз мына жерде осы шақ, и біздің болашағымызда соған сай жаңа нәтиже алатын боламыз.